Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз Құдай қаласа мына парақорлық жайында болмақ. Жемқорлық дейміз. Осы мәселеде қозғасақ. Алхамдулиллахи раббил аламин, вал ақибату лил муттақин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бұл парақорлық, жемқорлық деген біздің елімізде кеңінен тарап бара жатқан нәрсе. Бұл шариғатымыз бұл парақорлықты қатты тыйым салады. Алла Тағала Құран кәрімінде ескертіп жатыр, және пайғамбарымыздың да бірнеше хадистері бар бұл парақорлық, жемқорлық жайында. Парақорлық дегеніміз не? Біздің қазіргі сөйлеп жатқан тілімізде, мысалы үшін, бір адам бүкіл документ турлап жатыр, бір жұмысқа кірейін деп. Болмаса мұғалімдік саласына, болмаса медицина саласына кірейін деп, бүкіл құжатын дайындады. Сол адам, сол медицина саласына болсын, мұғалімдік саласына болсын, ол лайықты. Документін, қағазын, бүкіл керек жабдығын турлап болған кезде, оның алдынан бір адам өтеді де, ол оған лайық емес. Сол медицина саласында білімі де жоқ, болмаса мұғалімдік саласында білімі де жоқ. Барады да бастығына пара береді, ақша береді. Мынау менің сыйлығым деп. Сөйтеді де сол орынға лайық емес адам, екінші адам сол жерге отырады. Сол парақорлық дегеніміз сол. Яғни біреудің ақысын жеуменен орынға отыру. Қазақи тілмен айтқанда. Алла Тағала Құран кәрімінде өзі ескертіп жатыр. Бақара сүресінің 188 аятында: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ла та'кулу амвалакум байнакум бил батил ва tudlu биха илал хуккам ли та'кулу фариқайни мин амвалин наси бил исми ва антум та'ламун дейді. Қараңыздар, Алла Тағала Құран кәрімінде өзі ескертіп жатыр. Не дейді? Өздеріңнің малдарыңды заңсыз, тартып алусыз жемеңдер дейді. Және сол нәрсені біле тұра, сол үлкен күнә екендігін біле тұра, біреудің ақысына кіріп, ақысын жеу үшін сот орындаушы адамдарға пара бермеңдер дейді. Қараңыздар, Құранда Алла Тағала ескертіп жатыр. Біреудің ақысын жеу үшін, біреудің ақысына қол тығу үшін сот орындаушы, үкім шығарушы, қады дейміз, сот адамына дейміз, пара беруменен сол нәрсені істемеңіздер дейді. Мысалы үшін, қазіргі біздің заманымызда, мынау жастарға айтатын болсақ та, ұстаз деп келеді шәкірттеріміз. Университетте оқыма, сауатың болсын, болмасын, қандай нәрсені, емтиханды ақшамен бітіреміз дейді. Сол жаңағы пара мәселесі. Сенде білім болып тұр. Сол біліммен өтіп кетейін деп әрекет жасасам дейді, бірақ құлатады дейді. Бірақ білімі жоқтар ақша беріп өтіп жатыр дейді. Соған бізді ақша беріп өтіп жатырық дейді. Қараңыздар, міне парақорлық. Біз өзіміз тамырымызға балта шауып жатырмыз. Жастарға үйретіп жатқан нәрсеміз солды. Ақша береміз, сосын ол не өткізеді. Ол өткізген екен, ол шәкірт не істеді? Келесі адамға солай істеді ол. Өйткені неге? Ол осынша ақша беріп оқыды ол нәрсені. Осынша ақша беріп емтиханнан құламай өтті. Ал енді ол өсіп бара жатқан адам келесі бір орынға отырған кезде ол басқа біреуден шығарып алу керек ақшасын. Бұл нәрсе шариғатымызда өте қатты тыйым салынған. Қараңыздар, Алла Тағала ескертті. Екінші пайғамбарымыздың хадисінде не дейді? Хадистің мағынасында имам Термизиді келтіреді. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген сахабасы жеткізген хадис: Ла'аналлаху
рашия уәл мурташия фил хукми дейді. Не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Аллах тағала лағнет деп жатыр дейді. Кімдерді? Пара берушілерді, пара алушыларды. Не мәселеде? Үкім істеп жатқан кезде. Былай айтқанда, сотқа барасыз. Сотта осы мәселені шешу керек, бірақ сотқа да пара бересіз, ол алды. Екеуі бір мәселені шешті. Жаңаға пара берген адамның мәселесіне қарай шешіп берді. Ал күнәсі жоқ адам қамалып кетті. Қараңыздар, парақорлықтың кесірі біздің елімізде кеңінен тараған нәрсе. Шариғатта әділ болуға бұйырады. Біреуден пара алуға, болмасам пара беруге емес. Мұна аталарымыз жақсы біледі ғой. Совет одағының кезінде бұл кісілер аяғын көтеріп үйде жатқан жоқ. Бір-екі күн жата қойса, артынан іздеп келеді. Неге сен жұмысқа шықпайсың деп. Өздері үшін олар келмей жат, бұлар жұмысқа шығып кетеді. Бірақ қазіргі біздің заманымызда диплом бар, білім алмаған, қазір ақша беремді, орныма отырам, о дейді. Пара беріп, орныма отырамын мен дейді. А бұл кісілер оқыды, жұмысқа лайықты орынға отырды, білетін орынға отырды, сол орында жұмыс істеді. Қазіргі біздің заманымызда не? Дипломды сатып алған екен, мысалы үшін мал дәрігері не? Директор болып отыр. Болмасам, жаңағыдай мал дәрігері медицинаның директоры болып отыр. Қалай? Осының бәрі ақша беруменен. Ақша беруменен сол нәрсеге орынға отыр. Мынау 4 халифаны білесіздер. Алла разы болсын, әділ болып кетті. Енді халық 5-ші халифаны айтып кетті тірі кезінде. Омар ибн Абдул-Азиз деген 5-ші халифа деген атақ берді ол кісіге. Не үшін? Ол Омар ибн Абдул-Азиз деген кісі өте әділ болғандығы үшін. Біреудің ақысын жемегендігі үшін. Біреуге пара бермеген, біреуден пара алмағандығы үшін халық оған не деді? 5-ші халифа деп атақ берді. Сол кісінің заманында болып жатыр, қараңыздар, 5-ші халифаның заманында. Не дейді? Біреу келді де, ұстаз, мынау сізге сыйлық деді. Хәдия деді. Сонда ол кісіне алып кет мынаны деді. Керек емес маған хәдияны деді. Сонда ол кісі айтты, пайғамбарымыздың заманында пайғамбарымызды алды ғой хәдияны деді. Пайғамбарымыздың заманындағы сыйлық, ол сыйлық еді дейді. Бірақ қазіргі біздің заманымыздағы сыйлық не? Ол сыйлық емес, ол парақорлық деп жауап берді. Бірақ сөз. Қараңыздар. Парақорлық, түсіндіңіздер, біреудің ақысына қол тұғу. Сіз қолыңыздан келмейді, сол орынға отыру үшін пара бересіз. Қандай салада болсын? Мысалы үшін, үлкен бір ағаларымыз баласын армиядан алып қалу үшін осынша бір ақша берді. Сосын ақша беру былай тұрсын, жаңағыдай қызыл книжкасын алып алды. Бұл ауру деген. Ақшасын да берді, ауру деген қағазын да алып алды. Қараңыздар, баласын армиядан алып қалу үшін. Оның соңы не болды? Оның соңы баласы Алланың қалауымен кәдімгі жынды болды. Өйткені неге? Қызыл книжка алып алды, бұл жынды деген. Анаған ақшасын берді, парасын берді, туырлап алды. Сөйтіп сау жүрген баласын армиядан алып қалам деп, бұл тентек деп жаздырып алды. Сол адам, сол бала әлгешін жүр. Жынды кәдімгі. Сау баланы әке шеше жынды деп жаздырып алды да. Өйткені неге? Әке шешенің әрбір айтқан сөзі оқта, дұға, дереу барып қабыл болатын нәрсе. Сол үшін біз
ойлануымыз керек. Алдымыздағы келешектегі өсіп келе жатқан бала шағамыздың жаңағыдай тамырынан балта шалмауымыз керек. Ақиқатты айту керек. Алып қалсам бола ма деген секілді. Болмасам жаңағыдай пара берместен бұлай сөйлесіп алып қалуға бола ма, сондай бір жолдарын қарастыру керек. Парасын да берді, жынды деп жаздырып алды, баладан да айырылды. Сол үшін біз қолымыздан келгенше тырысуымыз керек. Егер ұрпағымыз жақсы болсын десек, жаңағыдай адал, әділ болуымыз керек. Сіздерден бастап адал, әділ болсаңыздар, сіздерден шыққан ұрпақтарымыз да адал, әділ болып өседі екен иншалла. Өйткені сіздер сол осы алдыңғы қоғамның етегімен кететін болсаңыздар, сіздерден шыққан ұрпақ та сол қоғамның етегімен кететін болады. Енді қолымыздан келгенше мемлекетімізге дұға жасайық. Бұндай парақорлық, жемқорлық, коррупция деген нәрседен аулақ болуымыз керек. Өйткені бұл нәрсе көбейген сайын мемлекетімізде осындай бір Алланың жаман бір сынағына душар болып қалуымыз мүмкін. Сол үшін қолдан келгенше бұндай парақорлық деген нәрсеге жоламауымыз керек. Иншалла, бала шағамызды да адал табыспен өсіруіміз керек иншалла.